Так, аялын қор қылған еркектердің ақыретте ахуалы қандай болады, жазасы бар дейді. Эми мұның жазасы оор туғандар. Биринчиден, Алла Таала зұлымдық қылғанды жақсы көрбейді. Негізінде аял кишини сабоо шариятыбызда жоқ. Негізінде аялды сабаған қор қылған деген нәрсе пайғамбарымыз айтышында алар субханалла қиямат күнү емес, бұл күнү эле жазасын алат. Уламалардың бирөөсү ушундай деп жазган экен. Мен кээ бирде чымынды чаап өлтүрүп койгондон өзүмдү тартам деген экен. Өлтүрсө болот чымынды деле. Бирок субханалла ошол чымынга зулумчулук кылып коюп, эртең бул дүйнөдө эле Алланын жазасын көрүп калган корком деген экен. Пайгамбарыбыз болсо ал кандай эркек дейт. Кандай эркек аялын сабайт, балдарын сөгөт деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал кандай дейт адам эркек дейт. Баласын сабайт, аялдарын сөгөт деген. Дегени субханалла, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанына ушу кор болгон аялдар келип пайгамбарга арызданганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз оозу менен аялга кордук көрсөткөн эркекке жаман дуа кылган. Ошол себептен кор болгон адамдардын дуасынан сактан деп айтабыз биз. Ошол себептен зулум чеккен адамдын дуасынан сактаның деп айтат. Чудастарбы? Ошол себептен зулум